Біз құйрық майдың емдік рөлін жиі айтқанымызбен, оған кереғар пікірлерге ғылыми дәлел таппай қиналатын кездеріміз болатыны да шындық. Кейбіреулер мал майының қандағы холестерин мөлшерін жоғарылатып, жүрек-қан тамыр ауруларына ұшырататынын алға тартып жүр. Алайда қарапайым ғана сұрақ, сіз өзіңіздегі артық қаражатыңызды қайда сақтайсыз? Әрине, банкке, болмаса қиыншылық кезінде оңай алып шығатын орынға. Мал да сол секілді артық, жақсы қор заттарын май ретінде сақтайды. Қой жаз айларында, әсіресе шілдеде қарақұртты, бүйіні, басқа да улы жәндіктерді іздеп жүріп жейді екен. Ал удың өзінде емдік қасиеттер, сырқатқа шипа болатын дәрумендер болатыны белгілі. Тек оны белгілі бір мөлшерін сақтап қана пайдаланған кезде, ағзаға дәрі ретінде әсер ететін көрінеді. Қазірге дейін қойдың құйрық майын және емдік рөлін зерттеп жүрген адамдар жоқтың қасы. Халқымыз көп нәрсені біліп, дұрыс қолданған. Сәби сымбатты болып өседі. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Жазушы нәресте қол-аяғын керіп созғанда, сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өсетінін айтты. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған. Тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Сонымен қатар, балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізеді. Балалардың тамағы ауырғанда дәрі ішіп, жөтелі басылмай қойған кезде құйрық майды ертіп бере қоямын. Бұл майды ертудің екі жолы бар. Біріншіден, құйрық майды ерткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар. Ерткеннен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суыған соң 4 немесе 5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді. Сондай-ақ қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін құйрық майды жаққан. Қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізіпті. Құйрық май құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Еділбай қойы, Сараджын қойы, Дегерес қойы, қазақтың ұяң жүнді қойы, Алай қойы, Гиссар қойы. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып толтырады. Құйрық май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының әр түрлі ұлттық тағамдарын дайындағанда пайдаланылады.